Ронда Берн «Секрет» кітаптың негізгі мазмұны тартылыс заңына негізделген. Бұл заң бойынша сіздің ойларыңыз бен эмоцияларыңыз өміріңіздің қандай болатынын анықтайды. Секрет кітабының негізгі мазмұны. Тартылыс заңы дегеніміз не? Әлемнің ең басты құпиясы тартылыс заңы. Бұл заңның негізі сіздің ойларыңыз, сезімдеріңіз және сенімдеріңіз өміріңіздегі оқиғаларды анықтайды. Өмірде неге қол жеткізгіңіз келсе де, ол сіздің ойларыңыз бен энергияларыңыздың нәтижесі болып табылады. Егер сіз позитивті ойлап, арманға сенсеңіз, бүкіл ғалам сол арманды орындауға әрекет жасайды. Мысалы, егер сіз бай болуды ойласаңыз, бірақ сол уақытта ақша жетіспеуінен қорқып жүрсеңіз, сіз қорқынышыңызды көбейтесіз. Нәтижесінде ақша емес, қиындықтар өміріңізге келеді. Сондықтан тек жақсы нәрселерді ойлап, оған сену керек. Екінші, ойлардың шынайы күші. Ойлар магнит секілді. Әрбір ой белгілі бір жиілікте жұмыс істейді, және сол жиіліктегі оқиғалар мен адамдарды өзіне тартады. Сізді қоршаған орта бұл сіздің өткен ойларыңыз бен сенімдеріңіздің көрінісі. Ойыңызды өзгертсеңіз, өміріңіз де өзгереді. Қызықты факт: табиғаттағы ең мықты энергия адамның ойы. Сіз қазір ойлаған нәрсені шындыққа айналдыра аласыз. Бұл дәлелденген құбылыс. Оны көптеген ғұламалар қолданған. Үшінші, өмірді өзгерту формуласы. 3 қадамнан тұрады. Бірінші, сұрау. Не қалайтыныңызды анықтап, оны нақты айтыңыз. Ғалам сіздің сұрағыңызды түсінуі үшін оны анық жеткізу маңызды. Екінші, сену. Армандарыңыздың орындалатынына еш күмәнсіз сеніңіз. Тіпті қазір орындалмаған болса да, сол нәрсе сіздің жолыңызға жақындап келе жатқанын елестетіңіз. Үшінші, қабылдау. Өзіңізді қазірдің өзінде сол арманыңыз орындалғандай сезініңіз. Бұл сезім ғаламға сіздің дайын екеніңізді білдіреді. Эмоциялардың рөлі. Сіздің сезімдеріңіз тартылыс заңының индикаторы. Егер сіз өзіңізді жақсы сезінсеңіз, сіз дұрыс бағытта жүрсіз. Егер көңіліңіз түсіп, негативті ойларға батып кетсеңіз, ойыңызды шұғыл түрде өзгерту қажет. Мысалы, сіз өзіңізді қазірден ақ сәттілікке жеткен адам ретінде сезінуіңіз керек. Өйткені сіздің болашақтағы жетістігіңіз дәл осы сәттен басталады. Ризашылықтың күші. Кітаптың маңызды идеяларының бірі алғыс айту. Күн сайын бар нәрсе үшін алғыс білдірсеңіз, ол сізге жаңа мүмкіндіктер ашады. Ризашылық өмірдегі позитивті энергияны көбейтетін құрал. Қызықты факты: көптеген миллиардерлер өздерінің жетістіктері үшін тартылыс заңына және алғыс айту әдетіне сүйенген. Мысалы, Опра Уинфри ризашылық күнделігін жүргізетінін айтады. Тартылыс заңын өмірде қолдану. Қалтаңызда аз ақша болса да, өзіңізді бай сезініңіз. Осы сезім сіздің өміріңізге жаңа мүмкіндіктерді тартады. Қиындыққа кезіккенде, сол сәтте болатын жақсылықты іздеңіз. Нәтижесінде сіздің қиындықтарыңыз өз шешімін табады. Әр таң сайын өз армандарыңызды ойлап, соларға жету жолында өзіңізді бақытты сезініңіз. Қорытынды. Секрет кітабының негізгі идеясы сіздің өміріңіз, сіздің ойларыңыздың нәтижесі. Өмірде қандай жағдай болмасын, сіз өз тағдырыңызды өзгертетін күшке иесіз. Ойыңызды позитивті бағытқа өзгертіңіз, және әлем сіздің армандарыңызды орындау үшін жұмыс істейді. Есіңізде болсын, сіз өз ойларыңыздың авторысыз, демек, өміріңіздің де шеберісіз. Бұл құпияны ашыңыз және өзіңіз армандаған өмірді жасаңыз.